Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер. Мен бұл дүниеге келмей тұрып, анамның жүрегі әлдеқашан жаралы еді. Анам нәзік жан, бірақ тағдырмен алысып, өмірдің дауылына қас қайып, қарсы тұрған қайсар әйел болатын. Оның әңгімесін естіген сайын жүрегім сыздап кетеді. Жастайынан көрікті, тәрбиелі, еңбекқор қыз болған. 17 жасында махаббат жетегінде жүріп, өзінің алғашқы күйеуіне тұрмысқа шығыпты. Бақытты күндері аз уақытқа ғана созылған. Тағдырдың тәлкегімен анам жесір қалып, бір ұлымен менің ағаммен Төркіннің табалдырығына қайтып оралған. Ол кезде анам әлі 20-ға да толмаған жас келіншек еді. Ағам дүниеге келгенде ол бар өмірін баласына арнады. Өзінің бақытын емес, ұлының амандығын тіледі. Ауылда жұмыс істеді. Қалаға барып арзан пәтер жалдап, күн-түн демей еңбек етті. Туыстарының қолында тұрса да, ешкімге масыл болмай, ұлын өзі өсірді. Көп ер азаматтар анамның қолын сұрады. Алайда анам ешкімді жүрегіне жолатпады. Жылдар өте берді. Ағам 11-ге келгенде тыныштықты тағы бір тағдыр бұзды. Анамның марқұм күйеуінің інісі, яғни менің кейінгі әкем, ауылдан келіп анама әмеңгерлікпен сөз салды. Оның да жары қайтыс болған, артынан ешбір баласы қалмаған. Тек ағамның баласы, яғни менің ағам. Оның әулетінде жалғыз тұяқ, жалғыз үміт болған еді. Анам алғашында үзілді-кесілді қарсы болды. Мен өткенге қайта орала алмаймын. Ағаңның аруағы да, балама да адал болғым келеді, деген. Бірақ уақыт өте, ағамның тағдыры үшін, ұлының болашағы үшін, жалғыздықтың салмағы үшін ойланып, жүрегімен емес, ақылмен шешім қабылдады. Мен сол некеден дүниеге келдім. Ағам мен үшін өгей, ал әкем үшін жалғыз перзент болдым. Бірақ мені ешкім бөле жармады. Бірақ жан жарасын адамның көзінен өлшеуге болмайды екен. Ағам анамның бұл шешімін қабылдай алмады. Өскен сайын ол менің бар екендігімді, тағдырға деген реніштің белгісінде сезінді. Өйткені менің әкем ағамды шеттетіп, арасында қол жұмсайтын. Сол үшін ағам дұрыс тәрбие алмады. Жүрегінде мұз қалды. Ағам ер жетіп, бозбала шағында ешкімді тыңдамай, Алматы қаласында жұмыс істеймін деп кетті. Анам солқылдап жылап қала берді. Баласымен кетейін десе, күйеуінен қорқады. Менің әкем, кетсең кете бер, қызыңды ешқашан көрмейсің деген сөзді естігеннен кейін мені тастап кетуге қимады. Арада 2 жыл өтті. Ағам сол күйі хабарсыз. Анамның көз жасы құрғамады. Солай жүргенде әкемнің жүрегі ұстап қайтыс болды. Сондағы туыстарым байғұс анамды тұтып жеп, сен бір үйдің 2 еркегінің басын жұттың, қарғыс атсын сені. Өмір бойы жылап өт деп, әжемнің қарғаған сөздері құлағымнан кетер емес. Жылап-жылап, көз ісіп кеткен анам қаражатты нағашы анасынан алып, мені сол жаққа тастады. Ағамды іздеуге бірге тұруға барды. Көп ұзамай ағамды тапты. Ағам өзінен 10 жасқа үлкен әйелдің күйеуі болыпты. 2 жыл бойы бірге тұрған екен. Анамның табаны тозып, ағамды тапқанда, өзімен шамалас келінін көргенде есінен танған екен. Десе де біраз уақыт ұрысып, ағам екеуі ақыры ұрысып тынды. Анамның салы суға кетіп, үйіне жылап келді. Бәріне өзін кінәлады. Әттең, уақытында қайныма 2-ші рет тұрмысқа шықпағанымда ғой. Осындай өкінішімен жылап, мені құшақтап, көз жасы көл болды. Анам өте мейірімді жан, тек көнгіштігі болмаса. Менің әкем ағамды талайра тұрғанда, анам ортаға түсті. Сол кезде әкем, шаруаң болмасын, мен бұл баланы еркек сияқты тәрбиелеп жатырмын, дейтін сөздері құлағымда әлі күнге дейін жаңғырып тұр. Сол бір ұрып-соғу тәрбиесі ағамның балалық шағын ластағандай. Өз анасына деген жек көрушілік пайда болғаны да жасырын емес. Енді міне анамды адам ғұрлы көрмей барған кезде қуыпты. Содан анам мені ертіп алып қалаға жұмыс жасауға шықты. Ағам тұратын жерге жақын пәтер жалдадық. Сондағы анамның ағамды көріп тұрғысы келген. Көп ұзамай ағамның әйелі деп жүрген әйел басқа еркекті қолына кіргізіп, менің ағамды үйінен қуып шықты. Ағам жап-жас болып, күйіктен шыдамай ішіп алып көшеде сол қатынның үй жағында жатады. Сонда ол қатынның 2 әрпішін жылап, қайғырып жүрген түрі.
Айналасында өзімен жасты жас қыздар жетіп қалар. Ағамның түр десе түрі, бой десе бойы бар. Талай рет мас күйінде анам құшақтап үйге әкеліп жуындырып жатқызатын. Ағам есін жиғанда ештеңе білмейтін адам сияқты үйден шығып кетеді. Сонда ағамның ішіп мас болғанын көрген анам, ана қатын бұл баланы дуалаған, әйтпесе ол кәрі қақпасты не қылсын деп күйініп отыратын еді. Содан ағамның суретін алып, мені қасына ертіп алып, тәуіптерді жағаладық. Олардың айтатын сөзі: ойбай, мына қатын балаңа дуа жасаған, дуасын кетіру қиын, ақшаң көп кетеді деп байғұс анамның тірнектеп жинаған ақшасын сорып жатты. Анам да ақ албасты қатынның ісі екенін біліп едім деп қоштап кетті. Ағамды дуаласа дуалаған шығар, бірақ оның махаббаты ма, әлде басқа ма білмедім. Әлгі албасты қатынның үйінен торауылдап шықпай жүрді. Бір күні оның көңілдесі ма, әлде байы ма, әлгі қатынды есік алдына қуып сабап жүрді. Сонда анамның өле қал, сен албастыға сол керек деп жүзінен қуанған күлкісін байқап тұрдым. Бірақ ағам шыдамай, ол әйел үшін әлгі жауырыны қақпақтай еркекпен айғасып кетті. Таяқ жеп қалды. Ол әйелді құшақтап үйге әкеліп, өз бөлмесіне жатқызып қойды. Шындығы ол қатынды басқа еркекпен итерісіп жатқанда ұстап алған екен, сол үшін таяқ жеген сорлы қатын. Ал намыссыз ағам әркімнен қалған тряпка қатынды пәтерімізге кіргізді. Ана қатын тұратын пәтер иесі айқай-шудан шаршап, оның заттарын далаға лақтырып қуып жіберді. Ақшасын да төлемеген. Бұрын ол пәтердің ақшасын менің ағам төлеген екен. Анам ұрыс шығаруға қорықты. Ұлы үшін үнін шығармай жек көретін әлгі әйелді 10 күн бойы күтіп баптады. Ол да ырбаңдап, аяқ қолы жазылғанша төсектен тұрмады. Бар қызықтың көкесі бір аптадан соң басталды. Өзіне келген кәрі жеңшем кеш басталса ағам екеуінің дауыстары естілетін болды. Ол кезде баламын ғой, жеңгем ауырып жатыр деп ойлап жүрсем, сөйтсем көкпар шапқаннан ыңырсыған дауыс екен. Анам ол кездері екінші жұмысы тойханада еден жууға тұрды. Кешкі 6-да кетіп, түнге 2-де келетін. Әлгі ыңырсыған дыбысты бірде еріксіз барып тыңдап едім. Қаттырақ деген әлгі кәрі жеңшемнің дауысы шықты. Әлі де түсінбей таң қалып жүрдім. Жеңгемнің ыңғайсыз дауысын анама айтайын десем, түнде ұйықтап жатқанда келеді. Күндіз мен тұрамын дегенше жұмысына кетіп қалады. Кәрі жеңгем тамақ істемеуші еді. Тек жұмыртқа ғана жасайды. Оны да өзінің қарны ашқан кезде жасайды. Маған да 2 жұмыртқаны әзер қуырып береді де, итке нан лақтырғандай. Мәже, шешең сұраса ашпын деп айтушы болмас сволочь деп, қабағын ашамай бөлмесіне кіріп кетеді. Анам маған үнемі ақша беріп қояды. Өзі жұмыста болғасын. Есік алдында магазинде пирожки бар. Қарның ашса соны сатып аламын. Кәрі жеңгеме күнім қарамасын, нағыз сорлының өзі ғой, бар ойы нәпсіде. Көп ұзамай ағамның аспабынан қышуы қанбай бөтен еркектерді қабылдауға көшті. Менің қолыма ақша беріп, үйге келуші болма, ойнап кел деп ара-тұра осылай жасап жүрді. Бірде кешке таяу анам ауырып жұмыстан келді. Далада жүрген маған, неге жалғыз далада жүрсің деп сұрады. Жеңгемнің ісі екенін айтып едім. Ашуланып кеткен анам үйге қарай беттеді. Анамда үйдің кілті болған. Сол кілтпен есікті ашқан кезде ыңғайсыз дауыстар естілді. Анам маған қолыма ақша беріп, сен магазиннен нан әкел, сосын далада біраз жүре тұршы. Қазір өзім шығып үйге кіргізіп аламын деді. Ештеңе білмей кетіп қалдым. Далада біраз жүрдім. Ағамның даусы, жылаған анамның дауыстары естілетін сияқты. Сол уақытта ағам жұмыстан келетін еді. Анамды біраз күттім. Күнде батып барады. Анам келмеген соң өзім үйге бардым. Барсам үйдің атмосферасы енді дауыл тұрғандай, астан-кестеңі шыққан. Анам жылап отыр. Үсті басы жыртылған, бетінде соққы бар. Ағам болса анама, сен салдақсың, менің әйеліме қалай жала жауып жатсың, ұялмайсың ба? Әкемнің інісімен төсектес болған саған басқа еркекпен жату не тұрыпты? Мені әдейі ажырастырғың келеді деп айқайлап жатты. Ал анам әлсіз дауыспен, сенің сорлы қатынсымағың басқа еркекпен үйде ойнас құрды. Айқайлап ұрсып қуып едім, ана қатын мені ол еркекке зорлатты. Сенің келетін уақытыңды біліп, саған мені жексұрын етіп көрсету үшін осы тірлікті жасады деп ақталса да, ағам ештеңеге сенбей кәрі жеңгемді жетектеп алып кетті. Тек анам ғана қатты қиналып жылап қалды.
Бұл оқиғалардың бәрі ес білгенде ғана түсініп, жылап алдым. Ағам да кәрі жеңгем де нағыз оңбаған еді. Әлгі жерден көп ұзамай көшіп кеттік. Бұл оқиғадан соң анам ұлын іздеуінде сағынуын да қойды. Бірақ түн болса маған білдіртпей көз жасы көл болатынын білемін. Мен үшін ғана амалсыз өмір сүріп жүр. Арада уақыт өтті. Бой жеткен қыз болдым. Анам оқуыма деп ақша жинаған еді. Оқуға түсе алмай, ақылы оқуға тура келді. Анамның жағдайын білетін мен оқу оқымаймын деп тұрып алдым. Анам жылап отырып, оқу оқығанымды қалады. Солай құжаттарымды дайындап жүргенде, көшеден қайыршы секілді жұпыны киінген ағамды көріп қалдық. Анам еріксіз жылап, қасына барып құшақтап, сүйіп тағы да алып келді. Өзі сөзге аса жоқ еді. Анам тағы да аст үстіне түсіп, ыстық тамағын беріп, түк болмағандай құшақ жая мейірімділігін көрсетті. Тамақ ішіп отырған ағам, кешір апа, барлық ренішім үшін кешір деп жылап жіберді. Сорлы ағама сонша жылдан соң ескіріпті, бұған да шүкір. Сол бір күннен соң ағам мен анам табысып, бәріміз бір үйде тұрдық. Бірақ мен ағамды әлі күнге дейін ұнатпаймын. Аға деп құшақ жая қарай алмаймын. Анам ұзақ уақыт ағамды күтіп, одан жұмысына дейін тамақ апарып, әйтеуір ағамды адам қылды. Ағам намазға жығылды. Өзі сияқты әйелмен неке қиды. Қазір анам әже болған. Бұрынғы көрген бейнетінің зейнетін көріп отыр. Намазхан ағам базарда шағын бутигі бар. Зат сатады. Жайнамаз, таспих секілді заттар сатып, отбасын анамды асырап отыр. Бұл жерде анам қанша қиналса да сынақтарға төзді. Әлгі әйел, яғни кәрі жеңгем, бір кездері әркіммен ойнастық жасап жүріп, ажалы бір еркектен келіпті. Қазір ол қара жерде. Әңгіменің соңы. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.